Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 89-шы сабақ судың пайдасы тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақта кейіпкерлерге хат жазамыз. Олай болса сабағымызды бастаймыз. Жұмбақтарды шеш. Жылт-жылт еткен, жылғадан өткен. Жұмбақтың жауабы су. Отқа жанбас, суға батпас. Мұз. Тарсылдап түседі, жер бетіне жетеді, жер бетіне жеткен соң ғайып болып кетеді. Жұмбақтың жауабы бұршақ. Мамықтай ұлпа, қанттай ақ, қыста жер бетін басады, жазда тауға қашады. Бұл жұмбақтың жауабы қар екен балалар. Бұл жұмбақтар алтын аптыра кітабынан алынған. Олай болса балалар, екінші жаттығуға назар аударыңыздар. Мәтінді түсініп оқы. Суыр, сұңқар, су қайда. Ертегі. Ерте заманда сиыр сызылған кербез, суырыла шапқан жүйрік болыпты. Әрі асқан тәкаппар, мақтаншақта екен. Бір күні әлгі сиыр атпен ерегесіп қалып, екеуі жарысқа түсуге уәде байласады. Бұрынғы өткен жарыстардың бәрінде сиыр бәйге бермейді екен. Осы жолы аттан да озып, төрт аяқты жануарлардың арасындағы ең жүйрігі деген атаққа бір жола ие болуды мақсат етеді. Көмбеге төреші болып арыстан келеді. Бәстің жайын ұққан соң, ат пен сиырды бір күншілік жолға жолбарыс айдап барып, екеуін қатар тұрғызып қояды да, кері қайтуға ақырып белгі береді. Құйрығын көкке шаншып алып, танауы пысылдап, сиыр дегеннен ақ қарасын үзіп, зулай жөнеледі. Сиырдың соңында желдей жүйткіп ат шауып келе жатады. Жол ортасында оларға сусын беру үшін суыр тосып отырады. Бір кезде оза шауып елірген сиыр суырға жетіп келеді де, суыр сасық су қайда дейді. Сиырдың тәкаппар мінезіне ренжіп қалған сиыр сасық су мұнда деп сасып, борсып кеткен лай суды ұстата салады. Шөлдеп келе жатқан сиыр судың қандай екеніне қарамастан сіміріп жібереді де, одан ары қарай шапқылай жөнеледі. Әрі беріден соң суырдың қасына шөлдеп ат келеді. Суыр, сұңқар, су қайда дейді еркелетіп. Жылқы, тұлпар, су мұнда деп суыр мөлдір тұнық суды атқа ұстата салады. Таза тұнық суға қанып алған ат бойына тың қуат қосылғандай болып, құстай ұшып самғай жөнеледі. Сасық лай су кеудесін алып қалған сиыр онша ұзап кете алмайды да, 2-3 қырды асқан соң ат қуып жетіп, жанынан желдей жүйткіп өте шығады. Содан көмбеге бірінші болып жетеді. Содан бері жылқы 4 аяқты жануарлардың ішіндегі жүйрігі болып қалыпты. Кеудесін лай, сасық су алып қалған сиыр содан бері шабандап жүгіре алмайтын күйге түскен екен. Сиырдың жатқан кезде ыңырана күрсінетіні, өзінің астамшылық етіп, суырға айтқан дөрекі сөзіне күні бүгінге дейін өкінгені екені деседі. Балалар. Мәтін балалар сөзі 100 томдық кітабынан алынған. Олай болса балалар, осы ертегіге байланысты берілген сұрақтарға жауап берейік. 3-ші тапсырма: ертегінің қалай аталып тұрғанына мән бер, қай кейіпкерге қатысты айтылған. Бұл ертегі суыр, сұңқар, су қайда деп аталып тұр. Бұл сөз жылқыға қатысты айтылған. 4-ші тапсырма: берілген тірек сөздер қай кейіпкерді сипаттайтынын тап. Олардың іс-әрекетіне өз көзқарасыңды білдір. Өзің не қосар едің? Кербез, тәкаппар, мақтаншақ, жүйрік, желдей жүйткіген, ренжіген. Балалар, бұл ертегідегі сиыр кейіпкеріне қатысты айтылған. Сипаттама: сиыр өте тәкаппар, мақтаншақ, кербез болған еді. 5-ші тапсырма: ертегідегі оқиғадан өзіңе қандай сабақ алдың? Ертегідегі оқиғадан өзіме алдымен үспен көрсету керек, сосын мақтану керек деген ой түйдім. Шектен шыққан мақтаншақтық пен тәкаппарлық жақсылыққа алып бармайтынын түсіндім. 6-ші тапсырма: кейіпкерге хат жаз.
Хатында оған 3-4 кеңес беруді ұмытпа. Бірінші, тәкаппарлық жаман әдет. Мақтаншақ болма, қарапайым бол. Сөзіңмен емес, ісіңмен жаса дегім келеді. 7-ші тапсырма, пікірталас. Бірінші топ су жақсы, екінші топ су жаман. Бірінші топ су жақсы, себебі ол тіршілік көзі. Су бар жерде ну бар деп ата-бабаларымыз бекер айтпаған. Су болса, айнала жасыл кілемге оралып, тіршілік жайнап, жақсара түседі. Сусыз адам тіршілік ете алмайды. Екінші топ су жаман, себебі судың кесірінен қаншама үй қирап, қаншама отбасы баспанасыз қалды. Осы судың кесірінен қаншама адам тұншықты. Суда абай болуымыз қажет. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.